Түрген шатқалына барсаңыз, Қазақстанда жүргеніңізді ұмытып қаласыз. Себебі бүкіл ақпарат орыс тілінде ғана. Белгілер, ескерту тақтайшалары, туристік ақпарат бәрі. Менің оқырмандарым ашынып сұрайды: Асыл аға, біз Қазақстанда жүрміз бе, әлде Ресей Федерациясында жүрміз бе деген сияқты сұрақ. Бұл сұраққа ренжуге де болады, ұялуға да болады, бірақ ең ауыры мұның заңға ашық түрде қарсы келуі. Бұл жер жай бір жеке кәсіпкердің ауласы емес, бұл Іле Алатау ұлттық паркі мемлекеттік мекеме. Ал мемлекеттік мекемеде мемлекеттік тіл бірінші орында тұруы талап емес, міндет. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттік тіл қазақ тілі, Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы бойынша көрнекі ақпарат алдымен мемлекеттік тілде, содан кейін қажет болса басқа тілде беріледі делінген. Ал біз не көріп тұрмыз? Заң аяққа тапталған. Ұлттық парк мемлекеттік тілге емес, бір тілге ғана қызмет етіп тұр. Мен депутат ретінде бұл жағдайды жай қарап отыра алмаймын. Сондықтан қазіргі сәтте ресми депутаттық сауалды жолдадым. Неге мемлекеттік тіл жоқ? Қашан түзетесіздер? Бұл үшін кім жауап береді? Талаптарды орындамау себептері қандай? Менің мақсатым ешкіммен ұрысу емес. Менің мақсатым мемлекеттік тілдің заңды мәртебесін қорғау. Біз Түрген шатқалында да, кез келген мемлекеттік мекемеде де өз тілімізді төмендетуге жол бермейміз. Түрген шатқалы біздің ұлттық байлығымыз. Сондықтан мұнда қазақша ақпарат ең бірінші, ең анық, ең көрнекті болуы тиіс. Бұл мәселеден қашпаймыз, талап етеміз, жауап аламыз, түзетеміз. Мен Асыл Дәркембайұлы, Еңбекшіқазақ ауданының мәслихатының депутатымын. Тіл мәселесінде үнсіз қала алмаймын.